Сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрболат. Бұл ипотека академиясы. Отбасы банк қызметкерлеріне ең көп қойылатын сұрақтардың бірі ОП деген не? Ең алдымен отбасы банктен несие рәсімдеу үшін депозиттің болуы міндетті екенін есіңе саламын. Ал депозитті қалай ашу керектігі жайлы білгіңіз келсе, төменде видео мазмұнында тұр. Отбасы банктың әрбір клиенті 3-5%-дан бастап 5% арасындағы ең төменгі мөлшерлемемен несие рәсімдеуге ұмтылады. Ол үшін депозит бойынша ең басты 3 талапты орындау қажет. Біріншісі, депозит ашқан уақыттан бастап 3 жыл өтуі керек. Екіншісі, депозитте баспана бағасының 50%-на тең сома жиналу керек. Ал үшіншісі, тиісті бағалау көрсеткіші болуы керек. Нұрболат, бастапқы екі шарт түсінікті. Ал енді бағалау көрсеткіші деген не? Қарапайым тілмен түсіндіріп көрейік. Сіздің депозиттегі жиналған ақшаңызға банк жыл сайын 2% сыйақы қосады. Егер осы 2%-ық сыйақы неғұрлым көп болса, орысша айтқанда ОП, яғни бағалау көрсеткіші де соғұрлым мол болады. Депозит қазақтың еті секілді, неғұрлым көп сүрленсе, соғұрлым бағалы болады. Мысалы, мен 3 жылдан кейін 10 миллионға пәтер сатып алғым келеді. 5%-бен үй алу үшін не істеуім керек? Ол үшін саған сыйақы ретінде 160 мың теңге жинау керек. Егер 3 жыл көлемінде ай сайын 125 мың теңгеден салсаң, 5 миллион теңге жинайсың. Сонда сенің бағалау көрсеткішің 16 балға тең болады. Егер толығырақ білгіңіз келсе, есептеу формуласы мына жерде. Бағалау көрсеткіші ол банктың тарапынан қосылатын 2% көлеміндегі сыйақы. Ол салымшының депозиттегі жинағы үшін беріледі. Келесі формуламен есептеледі. Бағалау көрсеткіші тең сыйақы 2%, мыңға көбейтеміз, шарттық сомаға бөлеміз. Біз бағалау көрсеткіші туралы түсіндік. Енді ең қызығын айта кетейін. Бағалау көрсеткіші жоғары болған сайын, ипотеканың пайыздық мөлшерлемесі төмен болады. Ипотеканы 5%-бен рәсімдеу үшін бағалау көрсеткіші 16-ға тең болуы керек. Ал 4-8%-бен рәсімдеу үшін бағалау көрсеткіші 20 балға тең болуы керек. Ол туралы келесі бейнероликте айтамын. Бізге лайк басып, қызықты да маңызды каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Егер мәліметтен қапы қалғыңыз келмесе, қоңырауды басыңыздар. Келесі кездескенше!